Перфекционизм бұл ауру. Мен түкке тұрмаймын деген сөз. Перфекционизм әдетке айналуы мүмкін. 1 миллион табысқа жетсем, өз-өзіңізді іште жеу, мұның барлығы тек қорғаныс механизмдері. Бақытты өмірге сүруге болады. Рахмет сенің болғаныңа. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерді каналымда көргеніме қуаныштымын. Алдыңғы видеода мен ұят жайында және сәл өзімнің бастан кешкенім туралы айтқан едім. Сілтемені басу арқылы өтіп, ол видеоны көрсеңіздер болады. Ал бүгін мен перфекционизм жайында айтқым келіп отыр. Қалай бұл перфекционизм бізге өмір сүруге кедергі келтіреді? Мен перфекционизмді ұят сезіммен байланысты дер едім. Шындығына келсек, перфекционизм менің өмірімнің ажырамас бір бөлігі болған еді. Уақыт өте келе арасында қайта оралып тұрады. Әйтеуір Құдайға шүкір, мен қазіргі кезде оны басқара аламын. Ал перфекционизмге қатысты кейбір аңыздар бар, және олар мынандай болып көрінеді. Егер өзіңді мінсіз ұстасаң, мысалы жұмыста, қарым-қатынаста, сырт келбетің мінсіз болса, мінсіз өмір сүрсең, онда бақытты өмірге сүруге болады дейді. Немесе үлкен махаббатқа ие бола аласың, немесе ұят сезіммен кінәдан пайда болатын ауыртпашылық сезімнен арыласың дейді. Мұның барлығы тек қорғаныс механизмдері. Бұл өтірік. Яғни мінсіз өмір сүреміз деп тек маска кигендей боламыз. Солайша ішкі қиындық, ауыртпашылық болып қала береді. Сондай-ақ перфекционизм арқылы адам басқалардың мақұлдауын алуға тырысуы мүмкін. Мысалы, баланы жетістіктері үшін, әрекеттері үшін бағалары, сырт келбеті, спорттағы жетістіктері үшін ата-анасы ынталандыруы мүмкін. Осындай кезде баланың сенім системасында мен қаншалықты жетістікке жетсем, соншалықты маңыздымын деген сенім қалыптасады. Егер де менде жетістіктер болмаса, мен түкке тұрмаймын деген сөз. Яғни бұл әдет ынталандыру арқылы қалыптасады. Мұндайда ата-ана сен біз үшін өте маңыздысың. Сен сондай таланттысың. Біз сенің жағындамыз. Сен бізге сене аласың. Біз сенің туылғанына сондай қуаныштымыз. Сенің ата-анаң болғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Рахмет сенің болғаныңа деген айтуларына болады. Перфекционизмге келетін болсақ, бұл жерде перфекционизм мен салауатты түрде өзін дамытуға тырысудың арасында үлкен айырмашылық бар. Перфекционизм қорғаныс механизмі және ол жетістікке жетуге кедергі. Көбіне перфекционизм депрессияға, уайымшылдыққа, зиянды әдеттерге және ең бастысы прокрастинация немесе қарсыластыққа алып келеді. Басқаша айтқанда, армандарды орындауға кедергі болады. Себебі біз қателесуден, қоршаған ортамыздың көңілін қалдырудан сақтанамыз. Өзіміздің мінсіз емес кейпімізді барлығына көрсетуден қорқамыз. Қайталап айтуым мүмкін, бірақ перфекционизм бұл ауру. Бұл бізде тек бір басты ойды қолдап тұратын жойқын сенім системасы. Ол егерде мен арықтасам, спортпен айналысам, 1 миллион табысқа жетсем, онда мен ұят немесе кінә сезімдерін әкелетін ауыртпашылықтан арыламын, немесе оны минимумға жеткізе аламын деген ой. Перфекционизм қол жетімсіз, себебі барлығын мінсіз жасау мүмкін емес. Барлық адамға бірдей жаға алмаймыз. Перфекционизмге ұмтылу адамды іштей жояды. Перфекционизм әдетке айналуы мүмкін, себебі әр кез ұялу мен қорқыныш сезімдерін бастан кешіре отырып, біз мен жеткілікті түрде мінсіз емеспін деген ойға келуіміз мүмкін. Ал ұялу, кінәні сезу, сөзге келу бұның барлық адамның өмір сүруінің шынайылығы. Және перфекционизм бұл сезімдерді тек арттырады. Сол себепті сіз міндетті түрде ауыр уайымдарға тап боласыз. Өмірге деген салауатты құлшыныс пен перфекционизмді ажыратып алу өте маңызды. Тағы да бір қосқым келетіні, ол перфекционизм біздің айналамыздағылардың барлығына әсер етеді. Әріптестерімізге, балаларымызға, достарымыз бен жанұямызға перфекционизммен мен не істей аламын?
Біздің барлығымыз ұялу, кінәлі болу, сынға қалуымыз мүмкін. Осының мойындау керек және ұялуға қатысты иммунитет қалыптастыру қажет. Бұл дегеніміз тас болып қатып қалу емес, елемеу, өз-өзіңізді іште жеу, басқалармен қарым-қатынастан аулақ болу емес. Оның орнына өз-өзіңізге түсіністікпен қарауды үйрену. Бұл дегеніміз өзімізге жақсы көретін және жылы қабақ танытатын ата-ана болу. Тағы да бір жол маған өте керемет көмектеседі өз-өзіме айтқан кезде. Міндетті түрде 5-ке жазудың, сөйлеудің қажеті жоқ. 4 пен 3-ке жасап көр. Уақыт өте келе мен өзіме қажетті бағаны жасап аламын. Мен өз-өзіме мен жеткілікті түрде жақсымын. Мен өзіме көп еңбек, көп күш саламын, көп оқимын. Менде жақсы құндылықтар өте көп және адамдарға қатысты салауатты қарым-қатынас. Сол себепті менде барлығы жеткілікті деп айтамын. Сенің өз жылдамдығың мен шапшаңдығың бар. Өзіңе ыңғайлы жылдамдығын, сол жылдамдықпен жүре бер. Өз сезімдерің мен денсаулығына қара. Мен саған сенемін. Егер сізге бұл видео ұнаса, сіздің реакцияларыңызды лайк, комментарий, каналға жазылу ретінде көруге риза боламын. Ал өзіңізге мейірім танытыңыз. Менің ойымша әлем одан тек жақсара түседі. Сіздермен болған мен, психолог Меруерт. Бұл каналда әлі де қызықты тақырыптар болады. Жазылыңыздар, өзіңізге қамқор болыңыз. Келесі кездескенше.